Сәлем. Сіздермен Хайперген Жадыра өзінің YouTube каналында жаңа контентпен шығып жатыр. Сондықтан мені қолдап кетіңіздер. Әрине ол үшін осы видеоға лайк баса кетіңіздер. Және де мұғалім әріптестеріңізбен менің каналымды бөлісе отырыңыздар. Өйткені пайдалы ақпараттар өте көп. Мені бірі білсе, бірі білмес. Мен 2023 жылдан бері осы компьютермен жұмыс атты YouTube каналда жүргізіп келемін. Бұнда көптеген керекті ақпараттар бар мұғалімдерге. Жасанды интеллект бар, презентация жасау туралы бар, әртүрлі сайттар бар, геймификациялық ойындар бар, оқушылар топқа бөлу деген сияқты. Соны барлығын қалай жасау керек, жасанды интеллектінің түрлері, барлығын айтып осы каналды жүргізіп келемін. Бірақ почему-то мен осындай жаңа форматта осындай видеолар түсіргім келді. Өзім туралы, жұмысым туралы, қазіргі жасап жатқан жұмысым туралы соның барлығын қозғап, жаңа форматта видео шығарып бастап жатырмын. Негізі осы YouTube канал жүргізіп бастаған кезде, давай мен программисттің жұмысын көрсетіп бастайыншы деп ойладым. Өйткені өзімнің алғашқы мамандығым программист. Мен Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінде программист мамандығын бітіріп шыққанмын. Алғашқы дипломымды сол жақтан алдым. 4 жыл сол жақта оқыдым. Мен жұмыс істеген кезде байқадым, көп жаңағы педагогтарға ноутбуктың мысалы бір жерде жұмыс жаңағыдай бұзылып жатса, мысалы Word, Excel, PowerPoint-пен жұмыс істеген кезде, мысалы кейбір настройкаларын білмей жатады. Мысалға давайте соларды көрсетіп бастайыншы дедім. Солай алғашқы видеоларымды түсірдім. Ең алғашқы видео неге настройкаға неге пернетақтаға біз текст жазған кезде басқа бір тілдерді қосу және оны алып тастау, соны қалай жасайтынын көрсетейінші деп бастадым. Всего лишь 2 минут болу керек. Сол видеоны түсіріп салдым. Ақырындап просмотр жинай бастады. Сосын давай мен Инстаграмға опрос жасайыншы. Мысалға педагогтарға, енді по-любому менің подписчиктерім арасында педагогтар бар ғой дедім. Өзімнің таныстарым бар. Ол кезде подписчик саны менде Инстаграмда ұмытпасам 300-400 ғана шығар, білмеймін. Қазір 6000-нан асып жатыр, Аллаға шүкір. Вот сол кезде мен опрос жасап көрдім. Сіздерге компьютермен, ноутбукпен жұмыс істеген кезде қандай проблема болады? Давайте мен соның шешімін тауып YouTube каналға салайын, сол жерден сіздер тегін көресіздер деймін ғой. Сосын маған бір қыз жазды, атын ұмытып қалдым. Негізі сол қызға үлкен рахметімді айтқым келеді. Ол қыз Excel'де кестені қалай құру керек екенін көрсетіңізші деді. Сосын мен кесте құруды ұмытып қалдым, если честно, өйткені мен декретте отырған кезім ғой ол кезде. Сосын давайте деп жарайды дедім да, сол жұмысты қолға алайын деп ноутбукты алдым да, Excel'де қалай кесте құру керек еді. Біреудің видеосын көріп алдым әуелі, өйткені мен ұмытып қалғанмын. Бірақ енді бұрында жасадым ғой. Все-таки қайталап алайын деп полный сабақтарды қарап шықтым да, өзім сабақ жасадым. 11 минуттық па, шатаспасам, сонда бір видео шықты. 10 минуттық па. Соны YouTubeға жүктеймін, жаңа қызға айтам, сториске салам. Вот, мінекей мен YouTubeға салдым, кіріп көріңіздер деп. Сонымен біраз мұғалімдер көреді. Менде подписчик келіп жатыр, просмотр көбейіп жатыр, 1000-нан асып жатыр. Маған уже идея келді. Excel'де кесте құрғаннан кейін оны Wordқа ауыстыру керек болады ғой. Көбісі енді Word форматта шығарады ғой, енді және документтерін өздерінің жаңағы қымыжы басқалысының арасына қосады, кестеледі. Вот сол үшін оны қалай Wordқа ауыстыру керек, Wordта қалай кесте құру керек. Давай мен соны түсірейін деймін. Соны түсірем, ананы түсірем, мынаны түсірем, бірінен кейін бірі идеялар келіп жатыр. Сосын бір күні Сандуғаш Кадыргалиевна деген көбісі танитын шығар, ақтаулық мұғалімнің YouTube каналын тауып алдым. Негізі мен қазақша ондай контент барын мен білмеппін, если честно бар ғой. Мен орысша контенттерді іздеп отырмын. Windowsқа байланысты қандай жұмыстар жасап көрсетуге болады дегендей. Сосын Сандуғаш апайдың несін тауып алдым, YouTube каналын қарасам деген, мұғалімдерге керекті видеолар көп екен ғой. Сайттар, оған қалай кіру керек, қалай тіркелу керек, қалай жұмыс жасайды. Сосын маған қызық болып кетті, мұғалімдердің жұмысы қызық болып кетті. Өзім өйткені екінші мамандығым менің информатика пән мұғалімі. Оны Қызылорда қаласында Болашақ университетінде оқып аяқтадым. Сонымен мұғалімдерге арналған контент түсіріп бастадым. Енді басы сол мұғалімдер болды, но все-таки андай педагогический менде практика жоқ болғанымен, жаңа Сандуғаш апайдың контенттерін көріп, соны қайталап жасап көрдім. Так, Imez деген сайт бар.
фокуска деген сияқты презентация жасауға енді неше түрлі видеолар көрсеткен, соны просмотрлар жақсы жинаған, сосын давайте мен де қайталап көрейін дедім, қайталап жасадым. Күшті просмотрлар жинады, подписчиктер келді, инстаграмға келіп жатыр, подписчиктер, заказ келіп жатыр. Вот сондай жұмыстардың арқасында менде уже табыс көзі келіп бастады ақырындап. Солай ноутбукпен алғаш табыстарымды тауып, презентация жасап, кәдімгі жұмысқа баспен кіріп кетті. Сондай бір қызық моменттер болды мен үшін. Өйткені үйде декретте отырып, олай табыс таба аламын, олай басқалармен общение жасаймын, олай жұмыс жасаймын деп мен ойламаппын, если честно. Сонымен осылай осы каналды өрбіту, осы каналды жандандыру, әрмен қарай оны инстаграм каналға ауыстыру, яғни инста парақшаны жүргізу барлығы осылай бастап кеткен болатын. Мен үшін өте бір есте қаларлық өмірімнің бір бөлшегі. Мұғалімдерге контент түсіріп жүріп, менің байқағаным, қазір жасанды интеллект деген мұғалімдердің сабағын бір шоу қылып өткізуге алып келе жатқан сияқты ма, білмеймін. Әлде мен оқыған жылдар ондай нәрсе болмағандықтан ба, білмеймін. Маған бір шоу болып кеткен сияқты болып көрінеді. Білмеймін неге екенін. Сіздер өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Қалай жалпы жасанды интеллект арқылы неше түрлі нәрсені жасап жатыр ғой. Жасанды интеллект деген ең бірінші болып DID сайтымен танылма болды. Ол жерде мысалға менің суретімді алады да, текстті жазып, сол жерде менің бейнемді сөйлетеді. Бірақ ол ең бірінші тірі адамға емес, өмірден өткен біздің аталарымызға, мысалы Абай атамыз сияқты үлкен тұлғаларымызға жасалды да, ол проба ше. Мысалға сол тұлғалардың суретін қойып, текст қойып, соларды сөйлетіп жатты. Сонымен маған бір қатты ерсі көрінді ше. Неге олай жасап жатыр? Андай бір өлген адамды сөйлету маған бір енді қатты ерсі көрінді сол кездері. Көп жаңа қарсылықта болды, комментарийлерді оқыдым. Сонымен былай іздеп қарасам, не только ондай тұлғаларды кәдімгі жай ғана мультяшный портретті де алып сөйлетуге болады екен. Сонымен өз YouTube каналыма да сол видео туралы салдым, жақсы просмотр жинады, ол мен қанша заказдар келді, бірақ ол по-любому платный болып кетті. Одан кейін тағы бір нәрсе шығады. Тегін пайдаланып, енді заказ жасап жатсаң, қайтадан ол полный платный болып кетеді. Сосын мұғалімдерден жалып келіп жатады, ол деген платный болып кетті ғой, ақша екен ғой деп, неге айтпайсың деген сияқты. Осы YouTube каналда да комментарийде соңғы уақыттары көп жазып кетті, мынау деген платный ғой деп. Сосын енді ол бұрын шыққан тренд, бұрынғы болған видеолар, қазір ол кісілерге жауап беріп жатқан жоқ, ренжімейтін шығар. Сондай жасанды интеллект шыққан кезде бәріміз шуладық, бұл не деп, бірақ бәрібір оны өзіміздің сабағымызда қолданып бастадық. Осы жасанды интеллект мақұл енді сабақтарға жаңағыдай қымыжы дайындап алуға, біздің мұғалімдердің уақытын қысқартуға мақұл керек, бірақ студенттерге және оқушыларға, жалпы білім алушыларға бұл кері әсерін тигізетін сияқты менің ойымша. Өйткені неден көріп жатырмын ғой, шетелде мысалға не болып жатады, кәдімгі емтихан болып жатады, ол жердегі сұрақты алады да, жасанды интеллектке алып жауабын тауып ала салады да, белгілей салады. Ол мына миымен ойланып жатқан жоқ, миы жұмыс істеп жатқан жоқ. Ол миды жұмыс істемегеннен кейін, бір орында тұрып қалғаннан кейін адамда өсу болмайды ғой. Ол қалай өседі? Ойланбаса, алдыға дамуды ойламаса, ол қалай өседі? Қалай ана сұрақтың жауабын білмей, просто телефонда бар, жасанды интеллектте бар деп былай қоя салған, ысыра салған, меніңше біздің болашақта өсіп дамуымызға өте кері әсерін тигізетін сияқты менің ойымша. Мен енді өзім мұғалімдікті бітіргенімен әлі практиковать етіп, еш жерде жұмыс жасап көрген жоқпын. Енді сіздер көрдіңіздер ғой, қалай болып жатыр мектепте жасанды интеллектіні қолдану, онымен жұмыс жасау, балаларды сабаққа қызықтыру, сол арқылы қалай жүріп жатыр, сол туралы осында комментке жаза кетсеңіздер өз ойларыңызды. Сосын Құдай қаласа, мен қазір соңғы уақыттары инстаграмда интернетсіз жұмыс жасайтын әртүрлі шаблондарды құрастырып көрсетіп жатырмын. Оқушылар топқа бөлу бар, әртүрлі геймификациялық ойындар бар, жаңа тақырыпты ашу, рефлексия әдісі деген, және оқушыларды бағалау. Соның барлығын қазір интернетте жасауға болады, яғни PowerPoint арқылы жасалынады да. Қазір соларды көрсетіп, контенттер салып жатырмын, жүргізіп жатырмын. Осы YouTube каналыма шорт ретінде де салып жатырмын. Вот сондай тәсілдер, жаңағыдай ойындар, әртүрлі геймификациялық ойындар, оқушыларды экранда тұрып бағалау, мысалға қазір
ол оқушыларды қызықтырып жатыр ма, сабаққа олардың қызығушылықтары қалай болып жатыр, сол туралы айта кетсеңіздер. Иә, бұрында мысалға біздің кезімізде, мен оқыған жылдары, оқушы кәне балалар айтыңдаршы, бүгін сабақ қалай өтеді? Бәріміз жақсы өтті, түсіндіңдер ма? Иә дейміз. Болды, бітті. Солай ақ біздің рефлексиямыз солай ақ өтіп кететін тұғын ше. Соны білмеймін енді. Қазір сондай рефлексия болсын, жаңағыдай геймификация ойындар болсын, оқушылар топқа бөлу болсын, бағалау болсын, барлығын қазір интернетсіз ақ жасауға болатын әдіс шығып жатыр. Оны PowerPoint арқылы жасайды. Қазір солай хит болып жатқан шаблондарды өз инстаграм парақшама мінекей осындай шаблон жасауға болады деп контент жүргізіп жатырмын. Егер де қызықтырса, описаниеге өзімнің инста парақшамның сілтемесін қалдырып кетсем, сонда өтіп сол шаблондарды көрсеңіздер болады. Ол кәдімгі қарапайым PowerPoint арқылы жасалады. Вот, Құдай қаласа алдағы уақытта осы шаблон туралы тереңірек қозғайтын боламын өз блогымда. Негізі мынандай контент қалай өзі? Былай сөйлескен бір былай алдымда бір қанша бір көп аудитория отқан сияқты, солай бір өзімді дәл қазір сезініп отырмын. Вот. Алғашқы видеом қалай шықты? Өз бағаларыңызды бере кетіңіздер. Пока-пока.